Сәлем достар, отбасы психологиясы каналына қош келдіңіздер. Лүпіл басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда сізді өте пайдалы және де қызықты видеолар күтуде. Рахмет. Әйелдер жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мүбәрәк сөздері. Жақсы мінез иесі бір әйел 70 әулиеден жоғары. Жаман мінез иесі бір әйел 1000 жаман мінез иесі ерден де жаман. Жүкті әйелдің 2 ракат намазы жүкті емес бір әйелдің 70 ракат намазынан да қайырлы. Өз баласын емізген әйелге әр жұтым сүті үшін жеке-жеке сауап беріледі. Күйеу үйге шаршап келген кезде әйелі жылы жүзбен қош келдіңіз деп айтса, жарты жихад, Алла жолында қызмет сауабы беріледі. Әйел күйеуіне, күйеу де әйеліне рақымдылықпен және мейірімділікпен қараса, Аллах Тағала екеуіне де рақымдылықпен қарайды. Күйеуін Аллах жолында қызметке шығарып салып, өзі де үйінде әдептілікпен отырған әйел күйеуінен 500 жыл бұрын жәннатқа кіреді. 70 000 періштенің және хор қыздардың басшысы болады. Жәннат суымен жуынғаннан кейін жақуттан жаратылған аттың үстінде күйеуін қарсы алады. Баласы жылау себебімен түнде ұйықтай алмаған әйелге 20 құл азат еткен сауап беріледі. Ауырып қалған баласы себебімен ұйықтай алмаған және баласын тыныштандыру үшін тырысқан әйелдің Аллах Тағала күнәларын кешіреді де 12 жылдық қабыл болынған құлшылық сауабы береді. Әйел бисмиллах деп қамырын иілесе, Аллах Тағала ырысына береке береді. Әйел Аллахты зікірменен үйін тазаласа, Қағбаны тазалағандай сауап алады. Әйел 5 уақыт намазын оқып, ар-намысын қорғап, еріне бағынса, жәннаттың қалаған есігінен кіреді. Әйел малдың сүтін бисмиллах деп сауса, сол мал ол әйел үшін дұға етеді. Еріне бағынбаған әйелдің оқыған намазы басынан төбеге көтерілмейді. Жүкті әйелге күндіздерінде ауыз бекіткен, түндерінде құлшылық жасаған сауап беріледі. Жүкті әйел босанғаннан кейін Аллах Тағала 70 жылдық ораза және құлшылық сауабы жазады. Көрген қиыншылықтарына және әр тамырына келген шаншуына қажылық жасаған сауап беріледі. Егер әйел босанғаннан кейін 40 күн ішінде қайтыс болса, оған шахидтік дәрежесі беріледі. Егер бала түнде оянып, анасы қарғамай оны емізсе, анасына 1 жылдық намаз және ораза сауабы беріледі. Бала сүттен шыққаннан кейін аспаннан періште түсіріледі де, баласын емізген анаға былай айтады: Аллах саған жәннатты уәжіп қылды. Әйел күйеуі айтпай, күйеуіне массаж жасаса, 7 рет 70 грамм алтынды садақа еткендей сауап беріледі. Ал күйеуі айтқаннан кейін жасаса, 7 рет 70 грамм күмісті садақа еткендей сауап беріледі. Егер әйел күйеуі өзінен разы болған күйде қайтыс болса, жәннат оған уәжіп болады. Салиқалы әйел 70 ерден жоғары. Хиджабына көңіл бөлген әйелге жәннатта Аллахтың арнайы рақымына бөленеді. Жоға киім киген әйелдер, бөтен ердің шахауатын оятқан әйелдер, сәнделіп әтір сеуіп сыртқа шыққан әйелдер жәннатқа кіре алмағаны сияқты жәннаттың иісінде ала алмайды. Әйеліне бір мәселені үйреткенге 70 жылдық құлшылық сауап беріледі.